Сәлеметсіздер. Менің есімім Қайлолла Жанбота Ботаұлы. Мен Павлодар қаласы Павлодар технология колледжінің денші түрлі пәнінің мұғалімімін. Және де сертификатталған АФК маманымын. Бүгін мен ерекше балаларға арналған жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығулар балаларға ғана емес, денші түрлі пәнінің мұғалімдеріне, АФК және ЛФК нұсқаушыларына, сондай-ақ ата-аналарға өте пайдалы құрал бола алады. Бейнежазба ашық және қолжетімді түрде. Бірге дамып, денсаулықты жақсартайық. Бұл жаттығу бұлшықет тонусына арналған жаттығу. Қолымыз иықтарымызға қоямыз, қайшылап, басымызды 10 рет көтереміз. Баста 1, демаламыз, 2, демді шығарамыз, демді аламыз, 3, 4, 5, 6, мұнда балаға қолымызбен көмектесеміз. 7, басынан ұстап осылай. 8, қой, басында қой. 9, 10. Бұл жаттығу мойын бұлшықетін оятады. Бұны 10 рет жасаймыз. Келесі жаттығуда бізде мұнда қолымызды созамыз, бірақ алақанымыз ашық түрде болуы керек. Және демімізді ішке қарай тартамыз. Осылай ұстап тұрамыз десін, баланың десін ұстап тұрамыз. Сосын басын көтеріп, дәл осы қалыпта 10 секунд ұстатамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демаламыз. Бала 10 секунд демалады, тағы да қайталап жасаймыз. Осы жаттығуда бала дене қабілеті дайын болуы керек. Келесі жаттығуымыз ол баланың пресс бұлшықеттеріне арналған жаттығу. Бұл жаттығуды бастар алдында балаға демді алу, демді шығару командасын түсіндіру керек. Баланың аяғын аламыз, демді аламыз, демді шығарамыз. 1, тағы да демді аламыз, демді шығарамыз. Дұрыс. Тағы да демді аламыз, демді шығарамыз. Дұрыс. Тағы да демді алып, демді шығарамыз. Өте жақсы. Жаттығуды аяқтаймыз.